Тірі жетім. Әкем мен шешем ажырасқанда мен небәрі 3 жаста болатынмын. Сот залында отырмыз. Біз үшін бәрі шешім қабылдап, кім-кіммен қалатынын сұраған да жоқ. Ағам мен құндақтағы сіңілім үшеуміз көзіміз жөтеңдеп отырмыз. Екі жақ өзара айқайласып жатыр. Бізге пысқырып та қарар емес. Сонымен мен ағаммен әпкемде, ал құндақтағы сіңілім анаммен қалатын болды. Бірақ менің анаммен қалғым келетінін ешкім сұраған да жоқ. Мен де айқайдан қорыққанымнан ештеңе айтпадым. Сонымен біз әкеммен тұрып жаттық. Әжеміз әкемнің інісімен сол ауылда бөлек тұратын. Әкем бізді күнде балабақшаға алып келіп, кешке алып кететін. Бір күні артымыздан ешкім келмеді, кеш болды. Ағам екеуміз ғана көзіміз жөтеңдеп далада отырмыз. Қас қарайғанда сол жерде қарауыл орыс апа болатын. Сол апаның қызы Тамара біздің тәрбиешіміз. Орыс апа бізді үйіне алып кетті. Тамара апайымыз қазақша таза сөйлейді. Бізге тәтті бәліштер беріп, шомылдырып, аппақ төсекке жатқызып, ертегі оқып берді. Сол кезде Тамара апайымнан мамамның исі шығып тұрғандай. Өзі сондай сұлу, мейірімді, жуылған шашымды тарап бергенде шіркін Тамара апай менің мамам болып кетсе ғой деп армандағаным әлі есімде. Анамызды көрмегелі бірнеше ай болып, түрінде ұмытып қалғанбыз. Әкеммен тұрғанымызбен бәрібір ананың жылы алақанына жетпейді ғой шіркін. Солай Тамара апайымның үйінен балабақшаға барып келіп жүрдік. Тіпті өз үйімізге барғымыз келмей сол апайдың үйінде қалғымыз келетін. Өйткені ол үй жылы, тамағы да тәтті. Күнде шомылдырып шашымды тарап берген ұнайтын. Бір күні әжем мен әкемнің інісі келіп бізді алып кететін болды. Әкелерің алысқа жұмысқа кеткен, 2-3 күнде келіп қалады. Оған дейін бізбен тұрасыңдар деп біздің қарсылығымызға қарамай алып кетті. Мен апайымды қимадым, артымнан қарап тұрғанын көріп, қолымды соссам да ол мені алып қалмады. Тек көз жасын сүртумен болды. Әжемнің үйінде жүріп балабақшаны ұмыттық. Ол жерге қайта бармадық. Бір күні әкем келді. Әжеммен өз інісіне айқайлап ұрсып жатыр. Сондағы түсінгенім, әкем бізді Тамара апайға уақытша тапсырып кеткен екен. Әжеме неге алып кеткенін сұрап бақырып жатыр. Әжем бізді бермейтінін айтып әлек. Ес білгелі айқай-шуды естумен келдік. Бізді ештеңе түсінбейді деп ойлайды. Бірақ біз бәрін түсінетін едік. Ағам екеуміз ұрыс басталғаннан бұрышта құшақтасып тығылып отыратынбыз. Бізді зат құсатып ары-бері тартқылағанынан шаршадық. Ешкім біздің пікірімізді сұрамайды. Әкем бізді ары тартып, бері тартып, соңында екеумізді де алып кетті. Үйге барсақ бір әйел жүр екен. Мынау сендердің аналарың болады, есімі Дариға, енді сендерде мама бар. Бар мамаңды құшақта деп әкем түк болмағандай күліп тұр. Менің бар ойым әжемде, жүрегім алай-дүлей. Жаңа мамаға қонып та тұрған жоқпын. Өгей шешеміздің артынан бір қыз бір ұл еріп келген болатын. Сонымен әкем күнде жұмысқа кетеді. Ал біздің өміріміз қалай өтіп жатқанында шаруасы болмайтын. Үйде үйрек қаздар бар. Өгей шешеміз бізді таң атпай тұрғызып, сол қаздарды баққызатын. Үйге кіргізбейтін, өздері көлеңкеде отырып бізге күннің астында тірлік істететін. Кейде бауда ағам екеуміз ойнап жүріп, сол жерде ұйықтап қалатынбыз. Кешкі тамаққа бір үзім нан мен жарты тостақ тамақ беріп қояды. Оған біз тоймай тағы нан сұрасақ, жалмауыздар деп ұрсып беретін еді. Бір күні өгей шешеміз бізге әжелеріңді сағындыңдар ма, барасыңдар ма деп сұрағанда қуанып кеттік. Әжемізбен бір ауылда тұрғанымен арасы әжептәуір алыста болатын. Арасында 2 тау төбе бар. Сонымен өгей шешеміз бізді өздерің бара беріңдер деп таң атпай шығарып жіберді. Біз жаяулатып, ағам екеуміз жолда ойнап, гүл теріп, кешке дейін жүріп қалдық. Қарнымыз ашқан соң ғана тездетіп әжемнің үйіне жеттік. Әжем бізді көріп жылап құшақтап жатыр. Сонда біздің үсті басымыз кір, шашымыз жалбырап, азып-тозып барғанымызды көріп жылаған екен ғой. Әкемнің інісі, шешемде сендер ақ өлтіретін болдыңдар, неменеге келесіңдер, өткенде тағы бір ауыртып кеттіңдер деп ұрсып жатыр. Әжем біздің сөзімізді сөйлеп әлек. Сонымен кешке әкем жұмыстан келген соң өгей шешем жылап, інің мен шешен келіп мені жұлып, қызың мен балаңды алып кетті деген ғой. Әкем әжемнің үйіне жұлқынып келе жатқанын көріп, біз қорққанымыздан қораның ішіне тығылып қалдық. Балдарым қайда? Неге сіз маған тыныштық бермейсіз? Менің әйелімді неге ұрасыз? Менің балдарымда не ақыңыз бар деп әжеме айқайлап жатыр. Сенің қатыныңда менің шаруам жоқ, бәлеңді жаппа, балдарыңды мен қайдан білейін, қырауылмын ба дегені сол. Әкем үйге қарай жүгіріп кіріп бізді іздеп жүр. Біз қорқып құшақтасып қатып қалғанбыз. Әжемнің қой дегеніне қарамай барлық жерді іздеп бізді тауып алды.
екеумізді сүйреп шығарды. Ағам бармаймын, өлтірсең де ол үйге бармаймын, анау бізге тамақ бермейді, сен ештеңе білмейсің, біздің күннің астында жұмыс істетеді, деп ағам тістеніп алған. Әкем күректі ала салып ағамды сабап жатыр. Әжем әкемнің қолына жармасып еді, итеріп жіберді. Әжем құлап ойбайлап жатыр, ағам да жерде жатып ойбайлап жылап жатыр. Мен мына жақта жылап тұрмын. Ол кезде әкемнің інісі Талғат аға аңшылыққа кеткен. Әкем мені көтеріп алып үйге қарай алшақтап басып барады. Мен тағы да ағама қолымды созып, жүрегімнің жартысы қалып бара жатқандай жылап ұзай бердім. Содан бәріміз жан-жақта тарап кеттік. Ағам бір жақта, анам мен сіңілім қайда екенін де білмеймін. Мен мына жақта жападан жалғыз өмір сүре бердім. Әкем мені алып кеткен түні Талғат ағам үйіне келген. Әжем мен ағамды көршілер ауруханаға апарып жатқызыпты. Әжемнің қолы сынған, ағамның белі сынып кетіпті. Талғат ағам әкеме келіп екеуі әбден төбелесті. Айқай шуға менің етім әбден үйреніп қалғандаймын. Тіпті қорқып та тұрған жоқпын. Сонымен әкемді Талғат ағам сотқа беріпті. Сот ұзаққа созылып, соңында ағам әжемнің үйінде қалатын болды. Тіпті екеумізді екі бөлек мектепке берді. Сол кезде мен 1-ші сынып, ағам 3-ші сыныпқа бардық. Сол аралықта өгей шешем бірінен соң бірін 2 қызды дүниеге әкелді. Бірақ қыздарына мені жолатпайтын, қанша дегенмен бауырым ғой, құшақтап сүйгім келетін. Бір күні үйге кірсем бесіктегі бөпе құсып жатыр екен. Мен аузын сүртіп, ескеп жатқаным сол шешесі кіріп келіп, ойбай менің қызымды тұншықтырып жатыр, жоғалы жолама менің қызыма деп айқайлап жатыр ғой. Даладан әкем келіп мені итеріп үйден шығарып жіберді. Мен бауға барып жылап отырып ұйықтап қалдым. Бір кезде анам келіп бетімнен сипап, үстімді көрпемен жауып, маңдайымнан сүйе бергені сол оянып кеттім. Үйдегі итіміз Таймас бетімнен жалап жатыр екен. Тұрып үйге кірсем бәрі ұйықтап жатыр. Мені іздеген адам жоқ. Тапшаның шетіне барып жата салдым. Мен ерте есейдім. Ес білгелі айқай-шу естумен келемін. Менің кішкентай кездегі анамның әперген ойыншықтарын өгей шешем көзімше өртеп жіберді. Сол ойыншықтармен қоса менің бақытты балалық шағымды да өртегендей болды. Енді анамнан ешқандай естелік қалмады. Тіпті альбомдағы анашымның суреттерін де менің көзімше өртеп жіберген. Өгей шешем маған тек даланың жұмысын істететін. Отын жинап, жоталардан жылқының кепкен малағын теріп, қураған ағаш шауып келетінмін. Күздің кезінде далада мұздай суға кілем жуғызып, үнемі мұрнынан су тоқтамай гайморит болып жүретін едім. 8 жасымда үйде Банумен өгей шешемнің туған қызы қоласпақ ойнап жүргенбіз. Ол кезде үйде тоқ пеш болатын. От жағатын пешіміз онша жылымаған соң сол тоқ пешті қосатын. Үйдегілер бір жаққа кеткен. Бану екеумізден бөлек 1,5 жасар Назым да бар. Үшеуміз ойнап жүріп, бір кезде Назым тоқ пешке түсіп құлап қалды. Тоқ пешімізден шатырлап от шығып жатыр. Біз қорқып көршілерді шақырып келдік. Сонымен әп сәтте үйде адамдар жиналып қалды. Назым тоққа түскеннен тіл қатпай шетінеп кетті. Өгей шешем келіп маған айқайлап, қызымды сен өлтірдің, сен әдейі тоққа итеріп жібердің, сен бізден кек алу үшін істедің, мен сені өлтірем деп маған қарай ұмтылғанда көршілер әрең ұстап қалды. Мен өз алдыма қорқып дірілдеп тұрмын. Сонымен еш жазықсыз періште әке шешемнің күнәсін арқалап кете барды. Назым кеткелі біздің жағдайымыз нашарлай бастады. Мен ол кезде 13 жаста болғам. Әкем жұмыссыз қалды. Сол жылдары ақша ауысып, күн көру қиындай бастаған. Біз өгей ағам екеуміз шағын базардың алдына барып пісте сағыз, тағы басқа майда шүйде сататынбыз. Сонымен біз әбден саудаға үйреніп алдық. Орталықта өзбек апа нан сататын. Соның нанын 5 теңгеге алып, мына жаққа келіп 7 теңгеге сататынбыз. Солай күнімізді көріп жүріп 9-шы сыныпқа өттім. Әкем үйдегі қаздарды сатып сиыр алдық. Оған да жем шөп жинау менің мойнымда. Ол кезде қазіргідей құбыр су жоқ қой. 2 километр жерден ішетін су таситынбыз. Өгей ағам маған қамқор болып көмектесіп жүрді. Екеуміз әбден туған бауырдай болып кеткенбіз. Қайда барсақ та бірге барып, бірге жұмыс істейтінбіз. Бірақ әжем мен ағамды сол бойы көрмедім. Әкем көрсетпеді. Солай жүріп мен 11-ші сыныпты бітірдім. Жұрттар құсап әдемі киініп, соңғы қоңырауға да қатыспадым. Тіпті қоштасу кешіне де бармадым. Енді бар ойым оқуға түсу. Әкем шарт қойды. Экзаменнен өтсең өттің, өтпесең күйеуге тиесің деп. Айттырып жатқандар көп деп шорт кесті. Мен қалайда оқуға түсуім керек. Өгей ағам көмектесіп, екеуміз қалаға барып тапсырдық. Өгей ағамның қалада оқитын жолдас баласы бар екен. Соған қалайда оқуға түсуім керектігін айттық.
Ол мән-жайды естіп көмектесетін болды. Ертесіне экзаменге барамыз деп қалаға шығып кеттік. 7 мектептің алдында қабылдауға барып, тест тапсыруға жолдама алдық. Ол кезде ең жоғарғы балл 60 болатын. Үйге келген соң 2 аптадан соң маған хат келді. Құттықтаймыз. Сіз 48 балл алдыңыз. Семей қаласына салық бөліміне оқуға түстіңіз деп универдің адресін, жатақхана бәрін жазып жіберіпті. Оқуға тапсырғанымды үйдегілер білмейді ғой. Әкем қуанып қалды. Бірақ өгей шешем қарсы болды. Ол жақта не бар, алыс өміріңде көрмеген жер. Бұзылып кетесің, одан да күйеуге тие, оқу сенің не теңің дегенде мен әкеме қарадым. Әкем бара бер, тыңдама оны дегенде ишара көрсетіп көзін қысты. Мен қуанып қалдым. Сонымен 2 айдан соң қайдасың Семей деп пойызбен жолға шықтым. Семейге барғанда орналасып болған соң үстімді сыздауық басып ауырып қалдым. Өйткені алдын үйдің сыртын сылау үшін мұздайлай балшық кешкен едім. Содан суық өтіп кетсе керек. Әрі климат жақпады ма деп білмедім. Үстімнің бәрін жара басып 1 ай ауруханада жаттым. Ол жақтан жазылып шыққан соң оқуға барғанымда қыздар мені қатарына қоспай, жарасы жұғады деп, кейін өзіме жақын дос қыздар тауып алдым. Жанымдағы 3 қыздың да рулары Найман екен. Мен де Найман болғандықтан 4-еуміз де рулас болып шықтық. Семейде бар күшімді оқуға салдым. Кітапханадан шықпай оқитынмын. Себебі шәкірт ақыға іліну үшін жақсы оқуым керек болды. Не керек, оқуымды жақсы оқып, шәкіртақы алып, үнемдеп, өз күнімді өзім көріп жүрдім. 1,5 жылдан соң Шымкентке практикаға келдім. Жарты жыл практикада болып, қол қойдырып, ақшамның 1 тиынын құртпай киім алып қайтатынмын. Әкем қызыма бер деп өгей шешеме ақша тастап кетеді екен. Ол маған бермейді ғой. Кейін әкем сұраса, я берді дей салам. Мен үшін ұрыспасын деп ойлағаным ғой сонда. Сонымен оқуымды бітіріп ауылға қайттым. Дипломды берерде Шымкентке барған соң биржаға тіркел деген болатын. Сол биржаға барғанда ағамды көрдім. Неше жыл көрмеген ағамды көргенде бірден таныдым. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Жарайсың, сен оқыпсың, қайта мен оқымадым. Сен жақсы болсаң болды. Маған оның өзі жеткілікті. Өздерің қалайсыңдар, әжем қалай, Талғат ағам үйленді ме деп сұрақты жаудырып жатырмын. Әжемнің 2 көзі де көрмей қалды. Талғат ағам сол бойы үйленбепті. Әжеме қарап үйде отырады. Мен электрик болып жұмыс істеп жатырмын. Үйдің бар ауыртпашылығы менің мойнымда. Әжем әкеңе барып кешірім сұра, әкеңнен табыс деген соң барып едім. Алайда әкем маңына жолатпады. Менің ұлым жоқ, сен мен үшін өлгенсің деп үйіне кіргізбей қойды. Дегенде мен ағамды құшақтап ұзақ жыладым. Үйге барған соң әкем мені күйеуге береміз, біреулер айттырып жатыр деді. Мен ол кезде 21 жаста болатынмын. Бірақ мен ол кезде есейіп келгендіктен оларға қарсы шықтым. Мен күйеуге тимеймін, сіздермен тұрғым келмейді. Мен әжеммен тұрамын деп әкемнің қарсылығына қарамай әжемнің үйіне кетіп қалдым. Әжемнің үйі тозып кеткен, Талғат ағам әбіржіп қартайып кетіпті. Әжем менің келгеніме қуанып жылап алды. 2 көзі көрмесе де сипалап үй тірлігін істеп жүр екен. Мен бара салып үйді тазалап, әктеп, сылап кірісіп кеттім. Ағамның жүретін қызы бар екен. Екеуі үйленді. Ағам өзінің жинаған ақшасына қалың мал беріп, құдалығын шақырттық. Қонақтар кеткен соң әжем мені шақырып алып, менің көзімнің тірісінде өз теңді тапқын. Әкеңнің түрі анау, бір қатынның соңынан кетті. Ағайын туғанмен жұмысы жоқ. Ол да бір шіріген жұмыртқа, аман болсын, қайтем енді. Талғат ағаңды көріп отырсын, жас 50-ге жақындаса да үйленбеді. Үміт күткен 2 ұлым да үмітімді ақтамады. Қай жерден қателестім екен? Атаң екеуміз осылар үшін барымызды салып едік деп әжем біраз көз жасын сығып алды. Көрші жеңеше ағамның құдалығынан кейін келгіш деп кетті. Бикеш, сені бір жігітпен таныстырсам деймін. Өте жақсы жігіт, өзі милиция болып жұмыс істейді, ішпейді, шекпейді деп мақтауын келтіріп жатыр ғой. Таныссам танысайын, біздің жағдайымызды біле ме? Ойбай бәрін біледі, сен өткенде құдалықта көріп бірден ұнатып қалыпты. Сен үй әктеп жүргенде келіп столыңды көтеріскен бала ше, сол ғой. Байқамаппын, неге сол кезде маған айтпағансыз, ұят болды ғой деп қоям. Ертесіне жігітті көрші жеңешем үйге ертіп келді. Ағам жұмыста болатын, өз жеңгем екеуміз шай беріп күтіп алдық. Жігіт өзі сымбатты формасымен келіпті. Маған негізі милиция жігіттер ұнайтын. Содан тез тіл табысып кеттік. 1 апта сөйлескен соң ол мені алып қашатын болды. Үйге көрші жеңешем жігітпен келіп әжемнің иығына орамал салып батасын сұрады. Әжем ешқандай қалың малдарын керек жоқ, қызымды жылатпасаңдар болды. Барған соң киім кешекті өздерің әперерсіңдер. Немерем сендерге аманат деп батасын беріп шығарып салды. Мені Шымкент облысындағы Қоңырбөрік ауылына алып келді. Ораза айы болатын. Адам аз болатын шығар деп ойлағанымен қонақтар өте көп болды.
Мен милиция жігітті сол бойы көрмедім. Адамдар саябысырып азайған соң қасыма таныстырған жеңешем келді. Жеңеше, күйеуім қайда, неге қасыма бір рет келмеді? Айналайын, ол үйленіп кеткен, сенің күйеуің басқа. Басқасы нес, милиция жігітші, сіз мені алдап әкелдіңіз бе не деп сұрақ қойдым. Саған какая разница, бастысы біздің үйге келін болып түстің, болашақ күйеуің оның ағасы. Ол да жаман жігіт емес, ең бастысы сені жоқшылықтан құтқардық қой. Қуанбайсың ба қайта, не ішем, не жеймін демейсің деп маған діңкілдеп сөйлей бастады. Шу шығарғанмен ешқандай өзгеріс болмасын біліп, болар іс болды ғой деп көнгеннен басқа амалым қалмады. Бір жағы ауқатты отбасыға келген соң да көнген едім, өйткені өмірімде тойып тамақ жеген емеспін. Қанша жесем де тоймайтынмын. Бір кезде күйеуімді әкеліп таныстырды. Түрінің тозығы шыққан, ажар келіспеген жігітті әкелгенде не істерімді білмей басым қатып жылай бердім. Баға ашылмаған қыздың енді тұрмыстық өмірін келесі бөлімде көре аласыздар. Каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып, қоңыраушанын басып қойыңыздар. Видеоны ең бірінші көру үшін.